Бисмиллах деп бүгін сіздермен шұжықты тоқаш, яғни сосисковый тестінің рецептісімен бөлісемін қыздар. Осындай жұмсақ болады, мамықтай. Үйлеріңізде үлкен кісілер болса, сіздерге алғысын айтып отырып жеп алады. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Осындай күшті болып шығады. Алдымен ыдысымызға жылы сүтті құйып аламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Және тұзымызды, аштығымызды саламыз. Бәрін бір араластырып аламыз. Қант, тұз ерігенше осылай толық араластырып, үстінен жұмыртқамызды салып, тағы да жұмыртқа араласқанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, үстінен ұнды салып қамыр илейміз. Сразу айтайын қыздар, қолға жабысқақ қамыр болады. Егер жақсылап илесеңіздер, сіздерде өте керемет булочка шығады. Немесе нан жасауларыңызға да болады. Бұл тестта кез келген нәрсеге өте керемет кетеді. Осылай бөлме температурасындағы майды илеп сіңдіреміз. Жақсылап илейміз. Қамырды илеу шамалы қиындау, бірақ соған жараса не пісірсеңіз де керемет шығады. Июі қанғанша осылай илейміз. Июі қанғанын қыздар шеттеріне жабыспағанынан білесіздер. Көтерілген қамырымызды осылай міндетті түрде бір қайтара илейміз. Екінші рет көтерілгенге дейін өзімізге керек кішкентай шұжықтарды осылай майға бір қуырып аламыз. Сол кезде шұжықтардың суы кетіп, сіздердің қамыры бөлек, сосискасы бөлек болып тұрады ғой. Кейбір сатып алғанда да байқайсыздар ма қыздар, сондай болып тұрмау үшін міндетті түрде шұжықты осылай майға бір қуырып алыңыздар. Ал енді екінші рет көтерілген қамырымызды өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамырды толық грамдап өлшеп алып, теңдей 20 бөлікке бөліп алдым. Осылай жұқартып, сосискамызды ортасына қойып, осылай орап шығамыз қыздар. Міне осылай. Тағы бір рет көрсетейін сіздерге. Дайын қамырды осылай шамалы ғана жұқартамыз. Сосисканы, мен ұзын сосисканы екіге бөлдім осылай. И осылай жабыстырып аламыз. Сіздерде осындай кішкентай әп-әдемі сосисковый тесте болады. Бетін жауып көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен соң смазкасын жағып, бетіне күнжіт дәндерін сепсеңіздер болады. Смазка менде тек қана жұмыртқа, егер кішкене сүт араластырамын десеңіздер де болады. Күнжіт дәндері қалауларыңыз бойынша мен ақ және қара күнжітті осылай әдемі көрінісінде араластырып сеуіп шықтым. Барлығын сеуіп болғаннан соң қыздар алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызартып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің сосисковый тестілеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанар.